Жаңағы тамақты мандытып жемесең де адам салмақ қосу, семіре беру. Бұл көбінесе жасы 35-тен асқаннан кейінгі адамдарда кездеседі, көбінесе әйел адамдарда болады, ер адамдарда да кездеседі. Бұның себебі жаңағы ұйқы безінің жұмысының дұрыс болмай қалуынан. Сіздің ұйқы безіңіз жұмысы дұрыс болмай, денеңізге майды үйіре алмайды да, бүткіл майды денеңізге шығара береді. Сондықтан сіз тамақты жесеңіз де, жемесеңіз де салмақ қоса бересіз. Бұл семіргендік, бұл жаңағы денсаулықтың жақсылығын білдірмейді. Адам семірген сайын денсаулығы нашар болады. Түрлі аурудың көп себебінің біреуі сол семіздіктен болады. Сондықтан мынау тамақ жемесе де салмақ қосатын адамдар ұйқы безінің жұмысы дұрыс болмаудан. Бұған біз ең алдымен ұйқы безінің жұмысын жақсартатын ем жүргіземіз. Соның кейін көбінде диета арқылы салмақ тастайды. Соның кейін барлық денсаулық осыған қатысты болады. Сондықтан сіздер осындай тамақ жемесеңіздер де жесеңіздер де салмақ қосатын адамдар болса, бізге кеңес алуға, емделуге келсеңіздер болады. Біз қазақ емханасы сіздерді қарсы аламыз.